Сәлем достар, бүгін мен сіздерге үй кезекке тұрғаннан кейін нешінші болып тұрғаныңызды қалай көреміз, соны көрсетпекшімін. Ол үшін телефоннан емес, ноутбуктан Өркен отбасы банк сайтына кіреміз. Осы жерде міне список граждан, состоящих на учете дегенді таңдайсыз. Және өзіңіздің пропискаңыз бойынша қай жақта тұрсыз, мысалы, соны таңдайсыз. Қандай және оның ішінде Алматы облысы мысалға, оның ішінде қандай райондар, қандай категориямен тұрдыңыз. Многодетный болса многодетный, гос болса гос, жетім, мүгедек, қандай санатпен тұрдыңыз, соны таңдайсыз. Многодетный деп примерно таңдадым. Келесі оның ішінде және бөлінеді ғой. Күміс алқасыз ба, или тек 4 балалысыз ба, алтын алқасыз ба, соны таңдайсыз. Және осылар таңдайсыздан найти дейсіз. Және осы жерде өзіңіздің мына жерде тұрған датаңызға қарай, аты жөніңізге қарай тұрған аты жөніңізді және нешінші очередте тұрғаныңызды осылай білсеңіз болады. Мына жерде 13 болса, 13-ші очередте тұрған болып есептелесіз. Және ол 2016 жылы тұрғандар, мысалға Қарасайский районда 13-ші болып тұр деген сияқты болып, үй кезек нөміріңізді біле аласыз. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.